Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін көлікке шағын шолу жасайық, қазақша. Шағын ғана, бірақ толығымен сосын артта болар кейін. Ал кеттік. Көлік Chevrolet Cobalt 2022 жылғы биыл шыққан. Осындай міне жанынан былай, артынан, жанынан бәрін көрсетіп шығайын. Достар, шыны керек, осы көлік маған өте керемет ұнады. Білмеймін енді, кімге қалай, біреулер жамандайды. Өзіме керемет ұнады. Артын ашайын бірден, қараңыздар. Артын өткенді көрсетпедім ғой, көз алдына. Арты осындай міне. Кең енді, е. Бұлайша айтқанда, қалаған уақыттарыңызда кеп ұйықтай берсеңіздер болады. Ішінде жалпы қараңыздаршы міне. 3 адам отырғаннан бөлек, тағы да бірнеше адам ішіне сыйып кетеді. Өзінің кеңдігін айтам да мен, орны сол ғой, стандартный 3 адамға, бірақ биіктігі, кеңдігі ішінде былай жай ғана қысылмай отырасың да. Мынау біздің салон деп айтсақ болады. Өткенде көрсеткен, мен тағы да бір дұрыстап тұрып көрсетіп жіберейін. Мына руль, мынау кезде міне спидометр тұрады жүр. Мен мынау целлофанды алған жоқпын әлі, сол қалпында тұр. Мынау кез магнитол міне. Стандартты магнитол өзіме қатты ұнады, керемет. Мынау кезде не тұр міне? Суытатын, жылытатын кондері бар. Қазір су жақта тұр. Мынау өзінің жаңағындай әрекеттері 1, 2, 3 деп кете береді. Мынау орындықты жылытатын, соған арналған. Астында флешка тұратын жер бар міне, флешка тұр. Сонымен қатар AUX. Мынау өзде де міне AUX бар. Мына бірінші AUX, мынау екінші AUX. Мынау өзде міне телефон зарядтайды. Зарядқа қоятын жер бар міне. Өзінің арнайы. Мына жақта міне бар. Мына жақта міне өзінің документтері жатыр. Сол. Так. Басқа сол міне. Қазірнен қосып көрсетейін сіздерге. Ключ қайдақ. Ключ. Кілт мынадай міне. Кілт демекші міне. Керемет кілт. Айтпақшы, сол кілттің өзінде жаңағы кнопкалар бар ғой, мен көрсеттім бе? Міне. Алды, арты ашылатын арнайы кілт. Негізі бар. Так, кеттік кәне. Өзім бір машинаны кереметтей білетіндей бір өзімше машинаға шолу жасап отырмын. Жалпы өзім негіз мұғаліммін ғой. Домбыра мұғалімі. Домбыра үйірмесінің ұстазы, бірақ маған көлік тоже қызық. Машина қосылды. Шірген дыбысын көрдіңіздер ме қалай? Қараңыздар, кәдімгідей 900-да тұр, положение міне. Мына кезде қызыл жанып тұр. Менде қазір лучник қосылып тұр. И мынау есік ашылып тұр деген мағына. Соны береді. Өзінің жасыл цветі, бұл қазір күндіз қосылатын жарығы, фар. Түнге қарай қосайтын десе, онда мынадан отдельно жеке бүйтіп бұрап қосамыз. Сонда қосылады үстінде жанды. Солай. Так, ары қарай кеттік. Міне мынаны қараңыздар, кілт 2 рет басасыздар. Мынау ашылады, керек болса. Артын міне көрген боларсыздар. Арты өте кең. Міне өте кең. Бір адам кәдімгідей ұйықтап қалады. Бір адам емес, тіпті 2 адам ұйықтап қалады. Жай ғана спокойно жатып қалған.
осы ар жағында жаңағыдай запас дөңгелегі бар. Сол достар, шағын ғана шолу бұл. Мүмкін болашақта детально тағы да бүкіл түсіретін шығармыз. Ал достар, каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.